Петропавлда тағы бір футбол алаңы пайда болды. Бұл жолғысы Интернационал көшесі 29 мекен-жайы бойынша орын тепті. Осындай спорт алаңдарының пайда болуымен өңірімізде балалар футбол командаларда көбейіп келе жатқандығын айта кеткен жөн. Келген бала өз ауласында футбол алаңының болғанын қалайтыны рас. Ал мына болашақ аяқдопшылардың арманы бүгін орындалып отыр. Енді олардың жазғы демалыс кезінде футбол ойынының қыр-сырын меңгеріп, шеберліктерін шыңдауға мүмкіндіктері бар. Очень рад, что построили такое хорошее поле. Мен футбол алаңы пайда болғанына қатты қуаныштымын. Енді мен бұл жерде достарымен ойнай алатын болдым. Және мұның барлығы тегін болғаны қуантады. Я очень рад, что построили поле. Ауламызда футбол алаңы салынды, қуаныштымын. Бұған дейін футболды көрші алаңдарда ойнайтынбыз. Қазір өз ауламызда ойнаймыз. Дәл осындай шағын футбол алаңдары пайда болған сайын аулалық командалар саны да артып келеді. Бүгінгі күні облыс орталығында олардың саны 34-ке жеткен. Чемпионат города, если мы проводили прошлые годы по футболу. Былтыр футболдан өткен қалалық ойындарда 8 команда ойнаса, биыл олардың саны 16-ға жетті. Сондай-ақ біз қазір балалар футбол командаларын да жасақтап жатырмыз. Бұл туралы ғаламтор бетіне жариялап та қойдық. Алаң аумағы стандартты, құны 7-8 миллион теңгені құрайды. Облыс әкімі Ерік Сұлтановтың тапсырмасымен былтыр Петропавлда 15 футбол алаңы салынған болатын. Биыл тағы 4-еуі жөндеуден өтіп, 3-еуі қолданысқа беріліп отыр. Тағы 20 мини футбол алаңын орнату жоспарда бар. Балжан Бекмағамбетова, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.